Саммит өткізу біздің үйреншікті жұмыс қой. Ал 9 жылдан кейін Алматы шаһарында қысқы Олимпиада ойындарын көргіңіз келеді ме? Оңтүстік Астанамыз 2026 жылғы жаһандық ағаламанды өткізуге үміткер атанды. Жалпы бір Олимпиада ұйымдастырудың қаржысы қанша? Серік Ноянбайұлы шолу жасап көрді. 2011 жылы Азияда, 2017 жылы Универсиада ойындары өткен Алматы шаһарының инфраструктурасы, спорттық нысандары әжептәуір жақсарғаны рас. 500 миллион доллар жұмсалған жастардың бұл қысқы ағаламаны Қазақстан жарнамасын жаһанға паш ете алды деп сенеміз. Енді оңтүстік Астанамыз 2026 жылғы қысқы Олимпиаданы өткізуге үміткер қалалар қатарында. 2026 жылғы Олимпиада астанасы атануға канадалық Калгари, жапониялық Саппора, түркиялық Эрзурум секілді шаһарлар ұсыныс жолдаған. Нақты нәтиже 2019 жылдың жазында белгілі болады. Бұл жолы халықаралық Олимпиада комитеті әлемдік қысқы спорттық сайыстарды қабылдаушы қалаға 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлмек. Алматы 2026 жылғы Олимпиаданы өткізуге 80% даяр деген пікірлер айтылуда. Bloomberg деректеріне сүйенсек, 2014 жылы Сочи Олимпиадасына Ресей 48 миллиард доллар, канадалық билік Ванкувер 2010 ойындарына 7 миллиард доллар, итальяндықтар 2006 жылғы Туриндегі ағаламанға 4,5 миллиард доллар қаржы жаратыпты. Алатау баурайында Олимпиада алауы тұтанса, имиджіміздің игілігі үшін пайдалы, бірақ ел тарихындағы құны қымбаттау жоба болмақ.